Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ежі малина жинайтын боламыз дачамызда. Бұл ежі малинадан варенье немесе мұздатқышқа салып қоюға болады, компот жасауға. Бұл ежі малина жаймендеп піседі. Ежі малинаны сонымен қатар мұздатқышқа салып қойып, торт, пирожный жасағандарыңызда сәндеуге болады. Ежі малинамызды жинап болдық. Енді ежі малинаны тазалаймыз. 850 грамм ежі малина шықты. Тазалағаннан кейін осындай қоқыстар шықты. 850 грамм ежі малинаға 800 грамм қантымызды себеміз. Енді жайлап араластырамыз. Араластырып алдық, енді отқа қоямыз. Варенье қайнады, енді әдеде 10 минуттай қайнатамыз. Вареньеміз қайнау барысында көбігі шығады. Осы көбігін міндетті түрде тазалап аламыз. Вареньемізді қайнатып алдық, енді банкілерге құямыз. Ежі малинадан жасаған вареньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.